Сәлем достар, менің есімім Жұлдыз, мамандығым математика пәні мұғалімі. Мен бұл YouTube каналымды барлық жоғарғы сынып оқушыларына, яғни 5-ші сынып пен 11-ші сынып аралығында барлық оқушыларға, және олардың ата-аналарына, және де жаңадан қадам басқан, осы оқытушылық мұғалімдік мамандығына жаңа қадам басқан жаңа жас мамандарға арнаймын. Бұл каналда мен көптеген мектеп программасын жетік талқылаймын, қарапайым, жеңіл тілде, қазақ тілінде түсіндіретін боламын. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызбен, жолдастарыңызбен, туған туысқандарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл жерде өте пайдалы ақпараттар беретін боламын. Яғни көптеген мектеп тақырыптарын талқылаймын, ашып түсіндіремін. Яғни 45 минутқа сыя алмаған нәрсені мен ашып түсіндіретін боламын осы жерде. Шығарылмаған қиын есептерді осы жерде сіздермен бірге талқылайтын боламын. Өздеріңізге қиын түсінбеген тақырыптарды менің комментарияма жазсаңыздар, мен сіздерге арнап сабақ жасап, сабақ түсіндіретін боламын. Бүгінгі алғашқы тақырыбымды мен көбейту кестесіне ардағым келіп отыр. Қазір көп жастар, мейлі ол мектеп оқушысы болсын, мейлі ол жоғарғы оқу орнының студенті болсын, көп жастарымыз бізде көбейту кестесін білмейді. Яғни ұмытып қалған, мектеп бастауышта жаттатады мұғалімдер, оны бара-бара олар ұмытып қалған, тез есептей алмайды. Сондықтан да мен бүгінгі алғашқы сабағымды көбейту кестесіне арнаймын. Яғни көбейту кестесін қалай оңай жаттауға болады, қалай жол-жөнекей есептеп тастауға болады, соны мен сіздерге үйретемін. Онда бастайық. Екі жердегі екіні барлығы біледі. Екі жердегі екіміз бізде 4. Енді екі жердегі үшімізді қалай осы 4-тен шығарамыз? Яғни 4-ке біз қосамыз екіні. 4-ке екіні қосамыз. Қанша болады? 6 болады, солай ма? Яғни екі жердегі үшім келесі. Шешім 6 деген сөз. Яғни екі жердегі 4, оған қосамыз екіні 6 болады. Келесі сондағы екі жердегі үшіміз бізде 6 дегенді білдіреді. Енді екі жердегі 4-імізді қалай білеміз? Яғни алдында тұрған шешімге 6-ға қосамыз екіні. 6-ға қосамыз екіні болады бізде 8. Дәл солай жалғастырамыз. 8-ге екіні қосамыз 10 болады. 10-ға екіні қосамыз 12 болады. Яғни 6 жердегі, екі жердегі 6 12 деген сөз. Сол арқаты жалғастыра берсеңіздер, келесі көбейтіндер шыға береді. Енді әрі қарай. Жерде 18. Яғни 9-ы қосамыз 18-ге 27 болады. Енді 9 жердегі 4-ім қанша болады? 27-ге қосамыз 9-ды 36 болады. Қосамыз 9-ды. Келесі 39-ға 9-ды қосатын болсақ бізде 45 болады. Одан кейін 9 жердегі 6-ды білу үшін 45-ге қосамыз 9-ды. Қанша болады? 54 болады. Әрі қарай 9 жердегі 7-ім 54-ге қосамыз 9-ды 63 болады. Ада әрі қарата жүрейік. 9 жердегі 8-ін 63-ге қосамыз 9-ды 72 болады. 72-ге 9-ды қоссақ 81, яғни 9 жердегі 9-ым шығады. Мінекей достар, көбейту кестесін осылай оңай, әр жерде телефонсыз, калькуляторсыз, әр жерде кез келген уақытта өзіңіз есептеп алып, ары қарата өзіңіздің керегіңізге қолдана берсеңіздер болады. Менің бүгінгі тақырыбым, яғни бүгінгі сіздерге беріп отырған методикам сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздерге үлкен пайдасы тигізеді деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліңіздер, ұнайды деген батырманы басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.